Төрт кісі бірлесіп, бір ақсақ ешкіні семіртіп соймақ болып, қырманға жібереді. Және де сойғанда кім қай аяғын алатынын да алдын ала белгілеп қойса керек. Ешкі бір күні шүберек ораған ақсақ аяғын отқа тигізіп алып, бақырып, қырманды айналып жүгіріп, содан қырман өртенеді. Өртке кінәлі кімде біз дегенде, 3 сау аяқтың иесі. Отқа жұғысқанда, қырманға өрт қойғанда, шүберек байлаған ақсақ аяқ деп, ауру аяқтың иесін айыптетіп шығарады. Сонда бала би, ешкі бір аяғымен жүрмейді, 3 аяғымен жүреді. Және ауру аяқпен жүрмейді, сау аяқпен жүреді. Ешкіні отқа айдағанда, отты қырманға келгенде сау аяқтар. Сондықтан өрттің шығуына оның 3 сау аяғы кінәлі деп, ақсақ аяқтың иесін айыптаудан арашалап қалады.